Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу бөлімі бойынша жиынтық бағалау есептерін талдайтын боламыз. Бірінші есеп бұның қандай мәнінде теңдеулер мәндес болады. Яғни екі теңдеу мәндес болу үшін олардың жауаптары, яғни шешімдері бірдей болу керек. Бірінші теңдеуді шешіп аламыз, сосын екінші теңдеуді табатын боламыз. Яғни бұның қандай мәні? 2х тең болады 3-ке қосамын 9-ды, 2х тең болады 12, х-ті табу үшін 12-ні 2-ке бөлемін 6. Мына теңдеудегі х-тің орнына 6-ны қоямын. 6 қосу 3b тең минус 10, 3b тең болады минус 10 минус 6, 3b тең болады минус 16, b тең болады минус 3-тен 16. Яғни b-ның мәні минус 3-тен 16 болу керек екен, сонда бұл бізге берілген екі теңдеу мәндес болады. Екінші есеп, теңдеуді шешіңіз. Теңдеуді шешпес бұрын біз бірінші ортақ бөлімге келтіріп алуымыз керек. 9, 18, 6-ның ортақ бөлімі 18. Мұнда тоқтауыш көбейткіш 2, мұнда 1 тең келеді, мұнда 18 тең келеді, мұнда 3 тең келеді, мұнда 1. Бөлімдерін жазбаймын, бірден алымдарын есептеймін. 2-ні х-қа көбейтемін. 2х қосу 2-ні 2-ке көбейтемін 4, азайту 18 тең болады. 2х қосу 1, азайту х-ті 3-ке көбейтемін 3х. 2х, мына жақтағы 2х екеуі жойылып кетеді. 3х минус 3х-ті мына жаққа шығарам 3х. 4 минус 18 минус 14 мына жаққа көшіремін. Плюс 14, 15 болады. Х тең болады, 15-ті 3-ке бөлеміз 5. Х-тің мәні 5-ке тең. Үшінші есеп, теңдеуді шешіңіз. Модулі, айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген теңдеу. Екі жағдаймен шешеміз. Біріншісі, 5х азайту 4 тең болады 135. Екінші жағдайы, минус 5х азайту 4 тең болады 135. Жақшаны ашамыз, немесе бірден 135-ті 5-ке бөліп жіберуге болады. Х азайту 4 тең болады. 135-ті 5-ке бөлемін 27. Х-ті табу үшін минус 4-ті мына жаққа шығарамыз. 27 қосу 4, 31. Х-тің мәні 31. Екіншісі х азайту 4 тең болады минус 27. Х тең болады минус 23. Теңдеудің шешімі минус 23 және 31. Төртінші есеп, бір шкафта екіншісіне қарағанда 4 есе кітап артық. Бірінші шкафқа 17 кітап қойып, екінші шкафтан 25 кітап алатын болсақ, екі шкафта кітаптар саны теңеседі. Әр шкафта қанша кітап болған? Бір шкафта екіншісіне қарағанда 4 есе кітап артық. Бірінші шкафтағы кітаптармен де х болса, онда екіншісідегі кітаптар санын 4х деп алайық. Бірінші шкафқа 17 кітап қоятын болсақ, ал екінші шкафтан 25 кітапты алатын болсақ, онда кітаптар саны теңеседі дейді. Енді осы теңдеуді шешеміз, сонда әр шкафта қанша кітап болғандығы шығады. Х-тарды бір жаққа топтаймын, 4х азайту х тең болады 17-ге 25-ті қосамын. Яғни х-ті мен мына жаққа көшірдім, сол жаққа, оң жаққа көшірдім, ал керісінше минус 25-ті сол жаққа көшірдім, плюс 25 деп. 4х-тан х аламын 3х тең болады, 17-ге 25 қосамын, 30, 42. 42 х тең болады, 42-ні 3-ке бөлемін 14. Яғни бір шкафта 14 кітап болса, онда екіншісін табу үшін 4-ті 14-ке көбейтеміз 56. Әр шкафта қанша кітап болған? Сонда жауабын жазып қоясыздар. 14 және 56 кітап.